Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз әліппе 2-ші сабақ 1-ші сыныпта сабақты талқылайтын боламыз. Бүгінгі видеоны көрмес алдын арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сәлем сөздің анасы, ұғын қазақ баласы. Бір ауыз сөз сәлемнен нұрлы жауап аласың. Сәлем сөздің анасы. Балалар, бүгінгі біздің сәлемдесу туралы өтеміз. Қазақ халқы сәлемдесу мәдениетіне аса мән берген. Сәлем сөздің анасы, адам сөйлескенше, жылқы кеңескенше, сәлемге сөз таба білмеген, халыққа жол таба білмейді деген мақал-мәтелдер сөз басы сәлемдесу екенін ұқтырады. Мына суреттен кімдерді көріп тұрсыңдар балалар? Әрине бұл суреттен мектепті, апайды және де оқушыларды көріп тұрмыз, Суреттен мұғаліммен сәлемдесіп жатқан оқушыларды көре аламыз. Оқушылар қайда келді? Әрине, оқушылар мектепке келді. Оқушылар мектепке білім алуға келді, Үлкендермен сәлемдесу қандай сөздерді қолданасың? Суретте қарап тұрсаңдар балалар, бұл жерде кішкентай балалар үлкен ата-әжемен сәлемдесіп жатыр. Сәлеметсіз бе, сәлем бердім деп. Мына суретте осы бос орынды толтырыңдар деген. Қош келдіңдер балалар. Сәлеметсіз бе мұғалім деп толтыратын боламыз. Осыны балалар дәптерлеріңе жазып алыңдар. Мына суретте нені көріп тұрсыңдар? Бұл жерде хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем көріп тұрмыз. Мысалы, мен мектепке келдім. Бұл точкаға, Бұл сөйлем біткен кезде қойылады. Сен мектепке барасың ба? Бұл сұраулы бөлім, сұраулы белгі, леп белгі. Алақай, бүгін жексенбі қолданылатын кезде қойылады. Видео ұнаса арнаға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.